жылғы 10 қаңтарда Қазақстан Республикасы мәслихаттары депутаттарының кезекті сайлауы өтеді. Мәслихаттар тиісті әкімшілік аумақтық бірлік халқының еркін білдіретін және оны іске асыру үшін қажетті шараларды айқындайтын, сондай-ақ олардың жүзеге асырылуын бақылайтын жергілікті өкілді органдар. Қазақстан Республикасының 20 жасқа толған азаматы мәслихат депутаты болып сайлана алады. Алғаш рет партиялық тізімдер бойынша сайланатын мәслихаттар депутаттығына кандидаттар ұсыну құқығы белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партияларға тиесілі. Мәслихат депутаты болып сайлану үшін адамдарды партиялық тізімге енгізу саяси партияның тиісті филиалының немесе өкілдігінің жоғары басшы органы мүшелері жалпы санының көпшілік дауысымен жүргізіледі. Партиялық тізімде әйелдер мен 29 жасқа толмаған адамдардың саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс.